Сіздің қызыңыз 6 айда 5 сантиметр өсті. Сіздер маған келген кезде жасы 7-де болды, бойы 113 сантиметр болды. Бұл кривой рост сызығы бойынша норманың ең төменгі сызығы еді. Қазір қызыңыз 7 жас 6 айлық, бойы 118 сантиметр, яғни 6 айда 5 сантиметр өсті. Көрдіңіздер ме? Өте жақсы. Яғни біз төменгі сызықта емес, біздің бойы уже норманың жоғарына уже кірді. Ал сіз алғаш келген кезде айтқан едіңіз, менің бойым кішкентай, папасының бойы кішкентай, сондықтан қызымның да бойы кішкентай деп айтқан едіңіз. Яғни әке шешесінің бойының кішкентай болуы міндетті түрде ол қыздың нормаға жетпеуі керек деген сөз емес, ол нормаға кіру керек. Сіздің бойыңыз қазір 155, 155, папасы 170 сантиметр. Өте жақсы результат. Енді сіздердегі бой өспеу себебі ол гипотиреоз, қалқанша без қызметі төмендеген еді. Ол гормоналды өзгерісті біз емдедік және анемиясын, басқа дефициттерін толтырдық. Нәтижесінде өте жақсы результат. Енді әрі қарай емді жалғастырасыздар және бақылап отырамыз.